Достар, баршаларыңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Біздің бүгінгі тақырыбымыз ағылшын тілін үйренудің 5 жолы. Видеоны толық көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Жалпы ағылшын тілін үйрену бүгінгі заманның талабына айналған, иә? Кез келген жұмыс орнында орналасарда ағылшын тілін білсеңіз, еркін сөйлей алатын дәрежеде болсаңыз, өзіңізге жақсы. Себебі ағылшын тілін игерген маман жерде қалмайды. Керісінше жұмысында табысты болып, жоғарылай бастайды. Білім үйрену ешқашанда кеш емес. Бәрі өзіңізге байланысты. Қызығушылығыңыз болса, қалағаныңызға қол жеткізе аласыз. Осы орайда ағылшынды 3 жыл табандап үйренген жастардан кеңес сұрап, сіздерге жазбаша және де аудиомен де ұсынуды жөн көрдім. Ең бірінші, біз кез келген істі бастайтын кезде шыдамдылық пен қызығушылықты арттыруымыз керек. Сол сияқты ағылшын тілін үйрену де шыдамдылықты және қызығушылықты талап етеді. Амалдың жоғынан бір ілініп салынып жүріп үйрену бұл әшейін уақыт пен ақшаның соры. Сондықтан қаламасаңыз, өзіңізді қинамаңыз. Егер осы тілді үйренуге үлкен қызығушылық танытып, толық меңгеруге бел бусаңыз, соңына дейін шыдамдылық танытқаныңыз жөн. Басында әрине кез келген нәрсе қиын болады. Алайда шыдамдылық қай кезде де қажет. Екінші, өзім жайлы. Ағылшынның іргетасын жақсы қалап алсаңыз, әрі қарай өзіңізге оңай болады. Алдымен қарапайымнан бастау керек. Өзіңіз жайлы 1-2 ауыз сөйлеммен жеткізіп білсеңіз, мысалға аты жөніңізді айта алсаңыз, қызығушылығыңызды, отбасыңызды, солардың барлығын ағылшынша өзіңіз жеткізе алсаңыз, қолыңыздан бірдеңе келеді деген сөз. Яғни, ары қарай сіз алып кете аласыз бұл тілді. Ары қарай сізге үйрену жеңілдейді. Үшінші, 12 ереже. Сол баяғы 12 ережені жатқа білсеңіз, тым да қиналмайсыз. Бір-біріне ұқсас болып келгенмен, жаттығулар орындап біліміңізді бекітіп отырсаңыз, жаттап аласыз. Бұл ережелерсіз сіз ақш-та сөйлесе аласыз, ал Ұлыбританияда ол 12 ережені білмесеңіз, сіз сауатсыздардың қатарына қосыласыз. Таңдау әрине өз еркіңізде. Келесі 4-ші, бұл сөздік жаттау. Жаттау және жаттау. Алғашында қарапайым дүниелердің атауларын жаттаудан бастаңыз. Үйіңізді, бөлмеңіздегі, мектеп пен университеттегі өзіңіз жиі кезіктіретін заттардың аудармасын жаттап, күнделікті көргенде қайталап еске түсіріп отырыңыз. Жаттау деген баяғыша емес, мысалға баяғыда біз былай жаттағанбыз, дәптерге 3 бөлікке бөліп аламыз да, ағылшыншасын, оқылуын, қазақшасын жаттайтынбыз. Қазір сіздер олай жаттамаңыздар. Көзбен, оймен жаттаңыздар. Жазып та жаттасаңыздар болады. Тек мысалға жан-жағыңызға қарап отырып жаттасаңыз, ол уақытта бірден есіңізге түседі сол затты көргенде. 5-ші, әлеуметтік желі. Әлеуметтік желіде екінің бірі отырады. Сол кезде уақытты босқа кетірмей, ағылшын тілді достар іздеп сөйлесіп көріңіз. Түсінбеген жағдайда онлайн аудармашының көмегіне жүгініңіз. Бір сөздің аудармасын бірнеше рет қарасаңыз, сіздің миыңызда өзі-ақ сақталып қалады. Сонымен бірге ағылшындармен сөйлесу арқылы тілдегі сіз білмейтін қысқартулар мен құпияларды біліп аласыз. Достар, менің осы каналымды қарасаңыздар, ағылшын тілін үйренудің негізі бірнеше жолдары бар. Сол видеоларды көрсеңіздер деп болады. Және де өздеріңіз ағылшын тілін осы уақытқа дейін қалай үйреніп келдіңіздер, немесе бұдан да жақсырақ, бұдан да оңайырақ жолдарын білесіздер ма? Соның барлығын маған пікірге жазып, кері байланыс жасап отырыңыздар. Мен де сіздерге кері байланыс жасап отырам сол кезде. Бір-бірімізге білген білмегендерімізді
айтып отырайық. Соңына дейін тамашалап көргендеріңізге көп рахмет. Тыңдап отырғандарыңызға да көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Және де қоңыраушаны басып қойсаңыздар, каналға шыққан әрбір сабақты жіберіп алмай көретін боласыздар. Достар, сіздерге сәттілік. Ағылшын тілінің маманы болып шығуларыңызға тілектеспін. Сау болыңыздар. Goodbye, my friends.